Сәлем достар, бүгінгі тақырыбымыз артериалды гипертензияның емі туралы әлі. Үшінші группа нейротропты дәрілер, яғни нейротропные средства центральное действие дейді. Жалпы мына схеманы өткен тесуде көрсеттім, тағы да еске түсіре кетсек, артериалды қан қысымын реттейтін екі жүйе бар дедім. Бірінші симпатическая нервная система және ренин ангиотензин альдостерон системасы, РААС дейді. Симпатическая жүйке жүрек жұмысыменен тамырдың тонусына жауап береді. РААС тамыр тонусына және ОЦК-ға жауап береді дедім. Соның ішінде дәрілерге келетін болсақ, бүгінгі айтылатын нейротропты дәрілер осы жүрек жұмысына және тамырдың тонусына әсер етеді. Ал біз өткенде ингибитор АПФ айтып кеткен дәрілерді айттым, ол ОЦК-ға және тамыр тонусына әсер етеді дедім. Келесі айтатынымыз, бүгінгі тақырыптан кейін айтатын миотропные лекарственные средства бар, ол тамырдың тонусына жауап береді. И диуретиктер соңғы тақырып, ол ОЦК-ға жауап береді. Сонымен бүгінгі тақырыбымыз нейротропты дәрілер. Ол бізге бір қайталау болады. Бұл қайдан түскен нейротропты дәрілер деп шатас қалмау үшін осыны жаздым сіздерге. Нейротропты дәрілер бұлар орталық жүйке жүйесіне әсер ету арқылы давление түсіреді. Олар екіге бөлінеді. Нейротроптың центральное действие дейді, орталық ми жүйке жүйесіне әсер ететін. Оған бірінші поколение клонидин, клофелин, екінші поколение максенидин, физотенс. Және шеткелі жүйке жүйесіне әсер ететін дәрілер. Оларға ганглиоблокаторлар жатады, пентамин. Және де альфа-адрена рецепторларға әсер ететін дәрілер, альфа-адрена блокаторлар, празозин, доксазозин және бета-адрена блокаторлар. Бисопролол, метапролол, пропанолол. Бұның түрлері өте көп, бұны жеке тоқталамыз. Так, бүгінгі тақырыбымыз центральный действияға әсер ететін дәрілер туралы болмақ, клонидин және физотенс. Так, мына суретте сіздерде көрініп тұрғандай жүрек және сопақша ми. Бұл екеуінде қандай байланыс бар? Алдыңғы тақырыптарда айта кеткендей, бізде импульстар рецепторлар арқылы әсер ете алады. Кез келген дәрі болсын, кез келген организмдегі жаңағы норадреналин медиаторлар болсын, осы рецепторлар арқылы әсер етеді. Соның ішінде бізде қан тамырларының қабырғаларында жаңағы альфа-1, альфа-2 адренорецепторлар бар дедім. Жүректе бета-1 адренорецептор бар дедім. Және де парасимпатикалық нерв жүйесі М-холинорецептор бар дедім. Асқазан ішек жолдарын өткен кезде жаңағы холинорецепторлар төртке бөлінеді дедім. М1 бізде жаңағы асқазанның қабырғасында, М2 жүректе, М3 тағы да басқа жаңағы ішкі секрет бездерінде болады дедім. Бета рецепторларды айттым, бета-1 жүректе болады, бета-2 адренорецепторларымыз бронхыда болады. Және бета-1-іміз бізде бүйректе болады. Яғни ингибитор АПФ тақым еткен кезде айттым, рениннің бөлінуіне әсер ететін рецептордың бірі деп. Сонымен қалыпты жағдайда мынау аорта бізде, жүректен шығатын аортада барорецепторлар бар деп айттым. Давление көтерілген кезде әртүрлі себептермен осы барорецепторлар оны сезеді де тікелей миға, сопақша мидағы центр барорецептор дейді. Сопақша мидағы осы барорецептордың орталығына сигнал келеді. Бізде давление көтеріліп жатыр деп. Содан бұл центр екі жүйеге әсер ете алады. Біріншісі ол нервус вагус, парасимпатика, оған сигнал бергенде нервус вагус жүректегі М2 холинорецепторға әсер етеді, жүректің парасимпатикаға бұл. Жүрек жұмысын ақырындатып, бәсеңдетіп, жүректің оттегі деген қажеттілігін азайтады. Мына жерде тормозные клетки дейді. Бұл тормозные клеткеге әсер етіп, мына центр барорецептор. Ол өз алды сосудовыделительный центр дейді. Қан тамырының қабырғасын реттеп отыратын орталық бар. Бұл орталық негізгі табиғат жағынан симпатикалық жүйке жүйесіне жатады, симпатический. Ол өз алдына альфа-1, альфа-2 қан тамырындағы рецепторға әсер етіп, тормозный клетка әсер етіп тұр ғой, қан тамырын кеңітеді. Жүректегі бета-1 рецепторға әсер етіп, ол тоже М2 сияқты жүректің жұмысын бәсеңдетіп, екеуі бірігіп, сонымен давлениені түсіреді қалыпты жағдайда. Ал егер созылы длительное АГ болған кезде давление барорецепторлардың сезімталдығын нашарлайды деп өткенде айттым. Нәтижесінде бұдан сигнал бармайды центр барорецепторларға. И ары қарай тормозный клетка нервус вагус әсері болмайды. Нәтижесінде давление үшін
көтеріліп тұрады, мынаның сезімталдығын нашарлаған кесірінен. Ал бізге клонидин, максанидин айттым, центральный действие дедім. Яғни ең бірінші клонидиннің қызметін айта кетейін. Ол негізінен мидағы, осы сопақша мидағы центр барорецепторға тікелей әсер етеді. Яғни осы центр барорецепторда мида, сопақша мида бізде альфа-2 және имидазол рецепторының бірінші типі бар екен, екі рецептор бар. Альфа-2 және имидазол рецептор бірінші тип. Клонидин бізде осы екі рецепторға әсер ете алады. Осы екеуіне әсер еткен кезде жаңағы механизм тарбызына кіретін нейрофокуске қосылады, ары қарай мына рецепторға әсер давление түседі. Негізгі қызметі давление түсіру. Ал моксанидин негізгі қызметі ол имидазол рецепторға әсер етеді. Альфа-2-ге де әсер етеді, бірақ негізгі имидазол рецепторға әсер етіп, сопақша мидағы ол тоже давление түсіреді. Бірақ та негізгі қызметтер осы центральный действие, яғни осы екі рецепторға әсер ету арқылы мына процестер іске асырады. Бірақ қазіргі кезде клонидинді көп қолданбайды, максанидинді қолданады. Себебі максанидиннің жанама әсерлері аз, наоборот, оның организмге беретін пайдасы көп. Клонидиннің қандай әсер ету механизмі бар? Ең бірінші мына суретке қарасақ, бірінші жанама әсері ол аузын құрғауына алып келеді екен. Себебі бізде жаңағы айтып кеткен альфа-2 рецепторым сопақша мида бар дедім ғой, және де сілекей бездерінде болады екен. Соған әсер ету арқылы су қысқарту тудырады. Екіншісі бір жанама әсері седация, депрессия тудырады. Ол қалай? Ол осы тоже рецепторға байланысты. Альфа-2 рецепторымыз бізде бас ми жаршарында голубое пятно дейді, сұр зат бар. Сұр зат бар. Ол голубое пятно негізінен осы адренергиялық жүйке жүйесінің орталығы болып табылады. Яғни адренергиялық деген норадреналиннің бөлінетін орталығы болып табылады. Норадреналин біз білеміз ғой, гормон счастья, дофамин, норадреналин, гормон счастья дейді. Ал біз осы клонидин беру арқылы альфа-2-ні агонист қой, блоктау арқылы норадреналиннің бөлінуі төмендейді де, адамда седация, депрессия пайда болады екен. Бұл әрине ұзақ қолданған кезде. Егер нақтырақ айтатын болсақ, міне, мынау бізде синапс, екі нейронның қосылатын жері, синаптическая щель дейді, қуыс. Норадреналин қалыпты жағдайда мына пресинаптикалық мотонейроннан постсинаптикалық мотонейронға барады. Мына жерде рецепторға әсер етеді. Және де осы пресинаптикалық мотонейронда бізде альфа-2 және бета-2 адренорецепторлар бұнда да бар. Қалыпты жағдайда егер екі синапстың қуысындағы норадреналин мөлшері аз болса, онда ол бета-2 рецепторға сигнал беру арқылы бұл ары қарай норадреналин бөлінуін күшейіндіреді, усиливает дейді. Ал егер осы жерде норадреналин аз болса, көп болса, онда альфа-2 рецепторға сигнал беру арқылы норадреналин қайтадан ұсталады да, альфа-2 арқылы бұл норадреналин аз бөліндіреді. Ал біздің клонидиніміз альфа-2 агонист қой, альфа-2 адренорецепторларын. Осыған әсер ету арқылы мына жерге клонидин мынаған әсер ету арқылы альфа-2-ның норадреналинге әсерін жояды. Нәтижесінде норадреналиннің бөлінуі азаяды. Негізгі механизм осында жатыр. Содан адамда енді тағы бір жанама әсері, клонидиннің төртінші әсері, ол мына қан тамырларына байланысты. Клонидинді физиотенсті бізде подъездік береді ғой, тіл астына, ол тікелей тіл астынан жаңағы миға әсер етеді. Мынау бізге укол арқылы енгізген кезде қан тамырларына. Ол альфа-2, альфа-1 адренагонист дедім ғой, адренблокатор. Ең біріншісінде тамырлар тарылтады екен. Себебі альфа-1, альфа-2 тікелей әсер етеді. Тамыр тарылтқаннан кейін басында давление наоборот көтеріп жүреді. Одан кейін бір уақыт өткеннен кейін барып, центральный действие іске асқаннан кейін барып қана давление түседі екен. Ол бір жанама әсері, біраз уақыт жоғалтуға болады. Бесінші жанама әсері клонидиннің, ол жаңағы синдром отмены дейді, клонидинні. Ол бета-адренблокаторларда да бар, клонидинде да бар. Себебі клонидин негізі, бағана айттым, симпатикалық жүйке жүйесін блокировать етеді дедім. Парасимпатикалық жүйке жүйесін активтендіреді.
ұзақ қолданып жүріп кенеттен отмена жасаған кезде компенсаторлы механизмге қосып симпатикалық жүйке жүйесі жұмысы жоғарылап кетеді. Нәтижесінде резко давление көтерілуі мүмкін. Бұл кезде негізгі первый помощь клонидинді қайтадан бастайды, немесе бета-адреноблокатор береді. Бета-адреноблокатор деген жүрекке әсер етіп, жүректің жұмысын ақындатады. Бірақ та клонидин мен бета-адреноблокатор бірге беруге болмайды. Ол жүректің тоқтауына алып келуі мүмкін. Себебі екеуі де осы бета-адреналин рецепторға әсер етеді ғой. Яғни клонидин и бета-адреноблокатор берсек, екі дәрі бірге әсер етеді. Нәтижесінде жүрек тоқтап қалуы мүмкін. Ал моксонидин туралы не айтты? Моксонидин былайша айтқанда безобидный препарат, визотенс. Ол организмге келтіретін пайдасы көп. Біріншіден давлениені түсіреді дедім. Жанама әсері жоқ деуге болады. Екіншісі ол метаболизмге әсері бар. Метаболизмге қатысады, яғни сахар диабетпен страдать ететін адамдар давление болады ғой. Сол кезде сахар диабет страдать ететін адамдарға беруге болады. Ол жаңағы инсулиннің бөлінуін ынталандырады және клетканың инсулинді тануын ынталандырады. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі тақырыбымыз аяқталады. Келесі тақырыпта бізде бета-адреноблокаторлар туралы болмақ. Ұнап жатса лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетіңіздер.